Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2006 жыл жарық көрген Апокалипсис атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Шуылдаған ну орманның іші. Сол кезде үлкен бір қабан жүгіріп өтіп кетеді. Оның артынан бірнеше жабайы тайпа адамдары жүгіріп ұстауға тырысып жатады. Әрі-бері қуып, торларды көтеріп, оның бағытын өзгертіп, соңында жасап қойған қақпандарына қарай әкеліп оны ұстайды. Барлығы жабылып, оны түсіріп, ягуар табаны атты тайпа басшысының баласы қабанды жіліктеуге кіріседі. Жүрегін, кейін бауырын сен ал деп бөліп беріп отырып, тайпада бала тудырта алмай жүрген бедеу бір жігітке саған осыны жеген жақсы дегенде, яғни балалы боп қаласың деп оған жұмыртқасын ұстатады. Тағы да ма деп оны амал жоқ тістеп көріп, дәмінен жиіркеніп түкіріп тастағанда бәрі күле кетеді. Осылай оның үстінен әзілдеген екен. Содан жіліктеп отырып, ягуар бірдеңе сезгендей жаймен арт қарап тұрады. Қасындағылар да көтеріледі. Сәл қарап тұрып, сендерге не керек деп дауыстайды. Сол кезде жапырақтар арасынан бірнеше адам шығады. Олар басқа тайпаның адамдары екен. Содан бірден қаруларын дайындап тұрғанда, ягуардың әкесі: мен тасты аспанмын, менің әкем менімен бұл жерлерде аңшылық жасады, мен де баламмен жасап жатырмын деп өзін таныстырып, және бұл жер оларға тиесілі екенін түсіндіреді. Сонда бөтендер үлкен 3 балықты ұсынып, жерлерінен өтіп кетуге рұқсат сұрайды. Рұқсатын береді. Талдар мен шөптер арасынан көптеген адамдар көріне бастайды. Шалдар мен кемпірлер, балалы әйелдер, бүкіл тайпасы көшіп жатыр екен. Біреулерінің жарақаты барын көреміз. Біздің жерлер қирады, жаңа өмір іздеп барамыз деп кетеді. Не үшін екенін сұрамақ болған ягуарды әкесі оны тоқтатады. Сонымен ауылдарына балық пен етті көтеріп келгенде, әкесі неге тоқтатқанын түсіндіреді. Олардың бойында не көргеніңді білесің ба? Қорқынышты көрдің, ол ауру. Ол қорқыныш ауру секілді бәріне жұғып кеткен. Саған да өтіп кетті, оны жүрегіңнен шығарып, осы жерде тастап кет. Мен сені қорқу үшін өсірген жоқпын деп оны ойландырып қояды. Ауылға кіріп келгенде әлгі балалы болмай жүрген жігіттің енесі оған сөйлеп тиіседі. Айналасындағылар қарқылдап күлсе, жігіттің көңілі түсіп кетеді. Тез үйге бар, бала жасаңдар деп қызы екеуін қамап тастайды. Ал ягуардың бір баласы бар, әйелі екіншісіне аяғы ауыр екен. Осылай бәрі жиналып, қарт кісіден әңгіме естіп, кейін билеп көңіл көтереді. Сөйтіп түн өтіп, таң ата ягуар түс көреді. Онда әлгі басқа тайпаның адамы қатты ентігіп, қорқып қолында өз жүрегін ұстап тұрғанын көреді. Ол сәлден кейін қаш деп айтады. Содан оянып кетеді. Түстен кейін отырып ойланып қалады. Ал ауылдарының маңында бір бөтен еркек кеп назарын салып тұрады. Қасында өз әскерлері де бар екен. Жанына жинала кеткен сарбаздары одан бұйрықты күтеді. Кіріңдер деген белгіні көріп, бәрі алға қарай жүре бастайды. Сонда ойланып отқан ягуар бірдеңе сезгендей сыртқа қарап тұрғанда бір от ұстағанды байқап қалып, тез тұрыңдар деп отбасын оятады. Ал басқалары ұйқыда жатқанда білдірмей шабуылдамақ болады. Ягуарға келгенде ол айналып қап жау ұрылады. Жіпті мойнына салып сыртқа лақтырып жіберіп, баласын көтеріп қашады. Осылай шабуыл жасалып, еркектерді ұстап, үйлерді өртей бастайды. Ягуар жіпті алып қашып кете алмайтынын түсінген ол екі қабат әйел мен баласын ауыл маңындағы бір құдық тектес тесікке түсіруге кіріседі. Халықты ұстап шетінен тұтқынға ала бастайды. Ягуардың ақырын түсіріп жатқан біреу байқап қалып, соған қарай адымдайды. Түсіріп үлгермейтінін түсінген ягуар жіпті жібере салады. Әйелі баласымен құлайды. Жігіт тез арпалыса кетеді. Ұрып тесікке құлатып ұстап қалады. Төменде отбасын көрген жау солай қарай түскісі келетіндей болады. Бірақ жігіт оны өз шоқпарымен ұрып талдырып шығарып тастайды. Кетпе деген отбасына басқаларға көмек беруім керек, мен ораламын деп уәде беріп, көтеріліп шығатын жіпті бір төмпешікке орап кетеді. Ал әкесі мына жақта бір әйелге араша түсіп көмек көрсетеді. Төбелесіп жатқанын баласы байқап, әкесінің жеңіліп бара жатқанын көріп, оған қарай асығады. Әкесін ұратын кезде шоқпарды лақтырып, иығымен итеріп кетеді. Екеуі арпалысып, пышағын өзіне қарай күшпен сұқпақ болады. Сонда әлгі басшысы кеп оны құтқарып қалады. Жігітті өлтірмек болғанда, ол бізге тірі күйінде керек деп рұқсат бермейді. Ол басшысының оң қолы екен. Ашуланып ештеңе істей алмайды. Сол кезде ягуар байлап жатқан әкесіне кешір әке деген сөзін құлағы шалып қалып қарайды. Басшысы кеткенде әкесін тұрғызып, мойын алқасын жұлып алдына тастайды. Қорқып тұрған баласына балам қорықпа дейді. Оның мойнын тіліп жіберіп, өшін әкесінен алады. Барлық еркектер мен әйелдерді бамбукқа байлап тастағанын көреміз. Біреулер өліп жатса, бір балалар жылап тұрады. Сонда ягуар отбасын тастаған құдық жаққа көз салады. Соны біреу байқап, қараған
жағына қарай адымдап тексермек боп өлген жерлесін көріп, кейін байлап тастап кеткен жіпті көріп, құдыққа түсіп тұрғанын көрген ол соған қарай жақындайды. Ал әйел мен бала тастар астына тығылады. Ешкімді байқамай тас лақтырып, ол бір тастарды сындырып түсіріп, баланың аяғын жарылайды. Дауыстарын шығармай білдірмеуге тырысып отырады. Сонымен ешкімді таппай жіпті қиып кетеді. Сөйтіп бәрін жинап жолға шығады. Бір тайпаны қырып, аман қалғандарды тұтқындайды. Біраз жүргеннен кейін жолда басқа тайпаны ұстаған адамдарына қосылып ары қарай шығады. Сол кезде басындағы өтіп кетейік деп сұраған тайпаның адамдары екенін түсінеді. Яғни оларды да ұстағанын түсінеміз. Барлығын ертіп кейбір өзеннен өтеді. Сол кезде арттарынан ерген балалары өте алмай жылап қалады. Анасы баласының алған жарақатын құмырсқаның басымен тігіп отырады. Яғни құмырсқаға тіс теткізіп, кейін басын жұлып алады. Содан жардағы жолдан өтіп жатып, жарақат алған жігіттің басы айналып, жолдан шығып кетіп, жардан құлап басқаларды сүйрейді. Алдындағысы талдың тамырына аяғын іліп алады. Оларға көмек бермей не істейді дегендей қарап тұрады. Ягуар да жолдан шығып, асылып қалып, алдындағылар тырмысып жүріп, әйтеуір тартып шығарады. Жарақат алған жігітті босатып, кедергі жасамасын деп жардан итеріп жібереді. Біраз жүргеннен кейін құлдардың жұмыс істеп жатқанын көріп, қалаларына жақындағанын түсінеміз. Қалаға кіріп келеді. Барлығы өз істерімен айналысып жатқанын байқаймыз. Біреулер тоқыма тоқса, біреулер алаша секілді заттарды жуып жатады. Үйлерді ақтап, қолдарымен жағады. Мойындағы бамбуктарды шешіп тастап, әйелдер бірдеңе оқып, үстеріне көк түспен бояуға кіріседі. Бұл жердегі халықтың басқа тайпаларға қарағанда өмір сүру деңгейі жоғары екенін, дамығандығы көрінеді. Алып келген әйелдерді құлдыққа сата бастайды. Осылай бірнеше әйелді сатып, кезек әлгі бедеу жігіттің енесіне келгенде оны кәрі деп ешкім алмайды. Қажетсіз болған соң оны босатып жібереді. Көкке боялған тұтқындарды бір биік тұғырға алып келе жатады. Ол жерде адамдар жиналып, билеп өз рәсімдерін өткізеді. Жоғарыдан бастар құлап жатады. Оларды сонда шығарып биікке көтеріледі. Келсе төбеде басшылардың барлығы жиналып отқанын, арасында балалар да бар екен. Үсті қан болған кісі халыққа айналымызда аурулар көбейіп кетті. Егіншілігімізде мәз емес. Бірақ біз бәрібір мықты халықпыз деп өз құдайларына жағу үшін адамдарды құрбандыққа шалады екен. Алдымен жүрегін кесіп алса, кейінен басын шауып тастайды. Басын домалатып тастап, сосын денесін лақтырады. Осылай кезек-кезегімен тұтқындарды құрбандыққа шала бастайды. Бұл тайпа өзге тайпа адамдарынан өздерін жоғары қойып, басқа халықтарды адам құрлы санамайтынын түсінеміз. Ягуарды алып шығып, оны жатқызып, пышақпен ұратын кезде күн тұтыла кетеді. Ойланып қалған қасапшылар басшыларына, кейін бақсыға қарайды. Күн толығымен жабылады. Бәрі үндемей құбылысқа көз салып, халық қорқып шулай кетеді. Сонда қасапшы халықты тыныштандыру үшін Құдайымыз қанға тойды, құдайларына разы екеніңді білдір, күннің сәулесін шаш дегенде күннің беті ашылып, сәулесі қайта шашылады. Халық қуанса, қасапшы өзі де түсінбей таң қалып қарайды. Осылай ягуар мен басқа тұтқындардың басы аман қалады. Тұтқындарды не істейміз дегенде олардан құтыл дейді. Сөйтіп оларды бір алаңға әкеліп, қаруларын дайындап, алаңның екінші басына басшысы баласына шоқпарды беріп жібереді. Ол жеткенде екі адамды босатып, жүгері алқабының ар жағында сендердің жерлерің боссыңдар, кетіңдер дейді. Олар қаша бастағанда арттарынан найза, тас секілді түрлі қаруларды лақтырып, аң аулағандай өздерінің көңілдерін көтеріп, осылай құтылмақ болады. Біреуіне тас тисе, екіншісіне лақтырған найзасы бүйіріне кіріп құлатады. Әлгі бала шоқпармен оларды күтіп алып, тыпырлап жатқандарды ұрып тұрады екен. Содан ягуармен тағы бір адамды босатады. Олар тез ирелеңдеп қаша бастайды. Садақпен атып, найзаларды ұшырып тигізе алмайды. Кейін жебені атып, біреуін құлатады. Соңында басшысы садақты атып, жігітті жарылайды. Баласы оны ұрмақ болғанда өлмеген бедеу жігіт өзіне келген ол баланы тоқтатып, қаш дейді. Бала оны ұрып тастайды. Сонда ягуар бүйіріндегі жебенің басын сындырып алып, оны өлтіретін кезде қолын ұстап қалып, оқты мойнына тығып салады. Алыста баласын бақылап тұрған әкесі баласының тәлтіректеп құлағанын көріп таң қалады. Ягуар орнынан тұрып жебені шығаруға тырысады. Басшы баласына жүгірсе, қасындағы нөкерлері жігітке түрлі қаруларды лақтырып өлтірмек болады. Бірақ ешқайсысы дәл тимейді. Жүгері алқабына кіріп қаша жөнеледі. Баласына жетіп келген басшысының ұлы көз жұмады. Нөкерлерді жүгіріп жетіп, кек алуды ойлаған әке алдарына қарамай жүгері арасына адамдармен бірге кіре кетеді. Ал ягуар бас сауғалап ауырсынып келеді. Сол кезде құрбандыққа шалынған адамдардың денелері жатқан шұңқырға тап болады. Айналасына қарап, шошып таң қалып ары қарай жүгіреді. Артынан жауларда қалмай келеді. Ентіккен ол орманға қарай қашады. Біраз жүгіріп кеп бір қисайып тұрған талға шығып тығылады.
қалады. Жарақаты ауырып қансырайды. Қуып келе жатқан тайпа астынан өтіп жатып, аққан қан біреуінің үстіне тамшылап тиеді, бірақ ештеңе сезбейді. Кейін қимылдағанда төбеде пантераның баласын байқайды, ал төмен жағында арылдап анасы көрінеді. Ізін жоғалтқан жаулар тоқтап бұл жерден өтпеді деп тұрады. Сонда арқасына тиген қанды көріп талда екенін түсінеді. Іздеп жүргенде сықырлағанды естіп, ол бізге қарай жүгіріп келе жатыр деп қарап тұрады. Жігіт бар күшін салып аңнан қашып келеді. Міне ол деп артынан қуады. Аңды көрмеген олар оған жетуді көздейді. Жақындап артына түскенде аң соған секіріп, оның бетін тістеп жібермей жармасып алады. Найзаларын тығып аңды өлтіреді. Ал жігіт біраз қашып кеп, бір талдың қабығын тістеп алып, шайнап жарақатына басады. Қашып жүріп кеш бата бастайды. Ентігіп сәл демаламын дегенде от жанған шамдарды байқап, қауіпті түсініп алға ұмтылады. Сонымен таң ата әлі жүгіріп қашып келеді. Оған жетіп қалып, қасынан жебе ұшып өтеді. Садақтарын атып, қаруларын лақтырып тигізе алмайды. Жылдамдатып орманнан шығып бір өзенге келіп тоқтап қалады. Сөйтсе ол сарқырамай екен. Амал жоқ, аман қалу үшін төменге секіреді. Жаулар сәл қарап өлді деп ойлағанда, жігіт су бетіне шығып, оларды таң қалдырады. Жағаға жүзіп шығып, мен ягуар табанымын. Менің әкем бұл жерде аң аулаған. Менің балаларым да олайды. Бұл менің орманым. Келіңдер деп шақырады. Сонда намыстанған басшы секіреміз дегенде, біреуі айналып өтейік десе, оны өлтіріп тастап, бәріміз секіреміз деп төменге қарай өздерін тастайды. Секірмейді деп ойлаған жігіт таңданып қарап тұрады. Сөйтіп біреуі су астында тасқа ұрылып өлсе, қалғандары аман қалады. Қорыққан жігіт қаша жөнеледі. Жүгіріп келе тартып алатын батпаққа түсіп қалып, бір шыбықты ұстап шықпақ болғанда ол үзіліп кетеді. Ал жаулар біртіндеп жаға бойына шыға бастайды. Ягуар батып бара жатып, қолдарын алға тастап, батпақ ішіне кіре береді. Осылай қатты жеріне кеп, қолмен жармасып шығады. Батпақтан шығып, сәл жүгіріп кеп, тоқтап, ойланып қалады. Бұл менің орманым, және сендерден қорқпаймын дейді. Яғни өз жерінде қашпай, оларға қарсы тұруды ойлайды. Жүгіріп келген жауларға жапырақпен орап, араның ұясын көтеріп кеп лақтырады. Ызыңдаған аралар шабуылдап шаға бастайды. Ал әйелі үшкір тасқа жіпті байлап, жоғары лақтырып ілуге тырысады. Бірнеше рет лақтырып төбеге шығара алмайды. Тағы тастап, әйтеуір төбеге шығып, жіпті тартып көреді. Ол бір жерге ілініп ұстап қалады. Ал ол кезде күйеуі қашып келіп, тал түбінде өмір сүретін улы құрбақаны іздейді. Оны ұстаған ол ине тектес кішкентай таяқшаларды сындырып алып, құрбақаның арқасындағы уына тигізіп алады. Бір талдың түбіне кеп, сумен бетін жуып, денесіне тигізіп, талға лайды жағып, осы жерден өткенде айналып жүгіріп кеп, тығылып күтіп отырады. Ал әйелі жіппен шығуға тырысып жатады. Екі қабат ол бар күшін салып, сәл көтеріледі. Сол уақытта ұсталып тұрған тасы шығып кетіп, әйел төмен құлайды. Құлағаннан іші ауырып қалғандай болады. Жаулар әлгі жерге кеп, әрі ізбен жүгіріп кеткенде, артта ентігіп келе жатқан біреуге жапырақты орап, дайындап қойған улы таяқшаларын үрлеп атады. Үшеуі де дәл тиіп, еркек әлсіреп құлайды. Ыңырсығанды естіген басшының оң қолы тоқтап арт қарайды. Жігітте сол еркекке келе жатып, екеуі бір-бірін көреді. Құлаған еркектің шоқпарын байқап, бір-біріне қарай жүгіреді. Оны ұратын боп қолмен сермеген кезде, жігіт жерге жатып сырғып, шоқпар басын жанап өтеді. Сырғып барып, жатқан шоқпарды алып, кері бұрылып, ол ұрғанша тез өзін ұрып құлатады. Басынан қан фонтан секілді атқылап тұрады. Жігіт оны ұрып өлтіреді. Жаңбыр жауа бастағанда отбасын ойлаған ол жүгіріп кетеді. Басшылары да сол жерге жетеді. Оны байқап ашуланып қуады. Ал тесік суға тола бастап, баласын тас үстіне шығарып, әйелдің толғағы басталып жатқандай болады. Күйеуі отбасына қарай асығып жетіп, тесікке қараса, су орта белге жеткенін көріп, әйелі тезірек бол деп айқайлайды. Жаулар да артынан қуып, олардан қашып кетеді. Әйелінің толғағы ұстап, ыңырсып тұрғанын жаулар естіп, оларды байқайды. Жігіт қашып жатып, оған жаудың басшысы жетіп қалып, садақ атып жарылайды. Жарыланған жігіт көтеріліп, жебені сындырады. Кейін пышағын шығарып, жігітке қарай жүгіреді. Ол болса жайбарақат қарап тұрады. Сол кезде аяғы жіпті іліп, алдында қабанды ұстаған қақпаны оны ұстап тоқтатады. Осылай қолы жетпей көз жұмады. Қалған екі нөкері жақындап қалады. Оларды көріп, табанын жалтыратып, әлсіреген ягуар әрең жүгіріп бұралаңдап келеді. Суға толған тесікте баласын мойнына отырғызып, аяғымен жер сипалап, бір тастың үстіне шығады. Толғағы күшейіп, қатты күшеніп тұрып, су ішінде баласын босанып алады.
Ал отағасы қашып, шаршап шалдығып, зорға дегенде орманнан шығып, жағалауға келіп отырып, бірдеңе көріп қалып таң қалады. Жетіп келген жаулар да таңданысып қарайды. Орнынан түрегеп көз салады. Сөйтсе өмірінде көрмеген кемелер жағаға тоқтап, қайықпен адамдар жүзіп келе жатыр екен. Олар осы жерлерді зерттеуге немесе басып алуға келгенін түсінеміз. Не ол дегендей бір-біріне таң қалып қарап қойып алға қарай адымдайды. Соны байқаған ягуар оған мән бермеген түсінген ол тез отбасына қарай жүгіреді. Келіп қарап олар үшеу болғанын, аман қалғанын көріп қуанғандай болады. Сонымен оларды құтқарып кемелерге қарап не екенін сұраған әйеліне онымен адамдар жүзіп келді десе, біз оларға бармаймыз ба деп сұрайды. Өздері тектес жаулардан аман қалып, жаңадан келген адамдар әлгі жаулардан да мықты екенін білмейтін жігіт, біз ары орманның ішіне жаңа өмірді іздеуге барамыз деп төртеуі жолға шығып фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.